Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Иә, адамның басы Алланың добы деп бекер айтпаған. Бізді мына жарық дүниені көріп, қарнымыздың тоқ, деніміздің сау, ақылымыздың бүтін болып барша нығметтерге бөлеген алдымен Алла және ата-анамызға алғыс білдіруіміз керек. Жақсы әке балаға 50 жыл азық дегендей, әкенің берген тәрбиесі ұрпағына құн жетпес қазына, таусылмас нәр десек қателеспейміз. Дәл сондай әке бола білген, асқар тау әке, адал жар, сүйікті атаны сағынышпен еске алу. Осыдан бір жыл бұрын шаңырағымызда орны толмас үлкен қайғы орнап, отбасымыздың тірегі Аязбайұлы Қайрат әкеміз жалған дүниеден өтті. Әкеміздің орнын ешкім баса алмас. Жүрегіміздегі сағынышпен бөлісіп, әкенің өткен ғұмырын баяндап еске алып отырмыз. Баймұханов Қайрат Аязбайұлы әкеміз 1972 жылы 11 қарашада Атырау облысы Томарлы ауылында дүниеге келді. 1980 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1990 жылы аяқтады. Сол жылдың жаз айында әскер қатарына қабылданып, Россияның Владивосток қаласында әскери борышын өтеп келді. 92 жылы күз айында отау құрып, Бақтылы есімді азаматшамен шаңырақ көтерді. Еңбек жолын Томарлы ауылындағы Алматы гидрология экспедициясында жер бұрылғаушы болып жұмысқа орналасады. Одан кейін әртүрлі салаларда еңбек етті. Өмірге бір қыз, 2 ұл келді. Өзінің еңбек қорлығының арқасында қызы Жаннаны Атырау қаласы Халел Досмұхаметов атындағы мемлекеттік университетінде заңгер мамандығын оқытып, ұлы Арманды Саламат Мұқашев атындағы политехникалық колледжі мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясында оқытты. Кіші ұлы Бекзатты өз жанынан бір елі тастамады. 2014 жылы қызы Жаннаны Асылхан есімді азаматқа тұрмысқа беріп, Әлихан, Нұрхан, Айым, Абылайхан атты жиендер өмірге келді. Солардың тәтті қылықтарын көрді. Қазіргі таңда анасы 6 бауыры бар. Үлкен ағасы өмірден өтті. Соңғы жылдары мал шаруашылығына бет бұрды. Жанына жайсаңдарды жинап, өзі білген тәжірибелермен бөлісті. Әкеміз шаңырағымыздың ұйытқысы әрдайым ақыл кеңесін айтып, жақсылыққа баулып отыратын. Кішкентайымыздан сабырлы сөзімен, өмірінің соңына дейін көңілімізге тиетіндей ешбір ауыр сөз айтып көрмеген еді. Айтар ойын берер тәрбиесін жылы сөзбен жеткізетін. Жиендерін елден ерекше сүйген ата. Солардың базарында бір марқайып жасарып қалардай қызықтарын қызықтаушы еді. Сүйікті жезде, сыйлы күйеу бала, құрметті құда, адал дос болған. Қайрат әке ақ жүрегіменен, қонақ жайлылығымен барлық жақындарын, достарын қарсы алып, әр адамның көңілін тауып, ортасының жарық жұлдызындай болған еді. Сол ағайын бауырлары құрдас жолдастарымен бала шағасы 2023 жылдың 3 маусымында қаралы хабардан қабырғалары қайысып келмесіне қимай жатты. Бүгінде асыл жары, шежіресін жалғастырар ұлдары, қызы, жиендер мен ағайын туыс бауырлар әкелерін, жан бауырларын сағынып еске алады. Топырағың торқа жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болсын әке. Фәни ғұмырда жасаған игі істерің бақи өміріңде сауабыңа жазылсын. Жарқын бейнең жүрегімізде мәңгі сақталады. Қамбаев сырттай жүргенмен, жабықтым іште езіліп. Балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда,
бұл күндер маған тамұқтай, көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым, бастағы бақты тағыда уақыты қалай ұрладың. Өткінші екен бақ арыс, көшті ғой бастан тұрмай көп, өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Пәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып, әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым, сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Әке, сені ажал ерте тауыптау, сезем, ол жақ бұл дүниеден жарықтау. Сен кеткенде мен түгілі күмілжіп, таулардағы аласарып қалыптау. Көзімде жас, жүрегімде сағыныш, сағынышты құстар көкке алып ұш. Әке, сенсіз өткен ғұмыр тіршілік, енді маған мағынасыз сабылыс. Қайран арман, көкте қанат жайғанды, енді міне бір қазыққа байланды. Сен кеткелі төңкеріліп дүние, көктем күзге, жазым қысқа айналды. Әкем менің айбын дедің, асқар ең, бауырыңа алды сені басқа әлем. Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай, қыздарыңа құшағыңды ашқан ең. Жаның көкте, мекен етті аспанды, сен іздеген көңілдерден жастанды. Сағыныш пен өкініші астасқан, әке, сенсіз күндер енді басталды. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сөзде Ештемен кетпәтсің бар ма? Давай, жолың болсын балам, сақ болып жүр, абайлап жүр қарап, жан-жағыңа, иә? Жылы киініп ол балам, салқын болсын. Жеттің ба аман есен? Карбатаға. Сен оның ойында отырдың, құшын не болып қалды, телефон көтермейтін ауалады. Ішке кірсең болды балам, ішке. Давай, балам, аман есен бол. Хабарласып тұрамыз бұл. Қашанда биік көретін мен басқада.
қашанда